Жау тылындағы бала повесі. Бұл шығарма 1961 жылы жазылған. Қасым Қайсенов Ұлы Отан соғысы кезінде жау тылындағы партизандардың басқыншыларға қарсы жасаған зор ерліктерін үлкен тебіреніспен суреттеп жазған. Повесте сұрапыл Ұлы Отан соғысы кезінде Украина жерінде 10 жасар қазақ баласының партизандар қатарында болған қиын өмір соқпағы суреттеледі. Ол майор Мергенбаевтың ұлы, атасының қолында ауылда оқып, жазғы каникулда қаладағы әке-шешесіне келеді. Көп ұзамай соғыс басталады. 10 жасар Серікті жетектеп Жамал эшелонмен ауылға кетпек болады. Жау бомбалап эшелон қирайды. Анасы Жамал жау оғынан қаза табады. Серік комиссар Савченконың әйелі Анна Ивановна мен оның баласы Бористың қасында қалады. Анна Ивановна екі баланы алып, туған жері Зазулин селосында тұратын әкесі Иван Дементьевичке қиындықпен әрең жетеді. Сатқын құрбысы Тамара комендантқа бұларды ұстап бергісі келеді. Астыртын ұйым басшысы Олейниктің байланышысы Алексей жасырын үй тауып беріп, көмек көрсетеді. Жанкештілікпен отан үшін алысқан партизандар қала мен күл болған селоны немістер тірідей көмген әке-шеше іні қарындасы көрді. Бостандық, болашақ, бақыт үшін халық аянбай алысты. Жандармдардан ерлікпен қорғанған ауыл тұрғындарына Қызыл армия көмекке келеді. Соңында күтпеген жағдай орын алады. Ол әдеби-лирикалық драма жанрында қызықты жазылған шығарма. Әр оқырман шығармадағы кейіпкерлердің жан дүниесін сезініп, олармен бірге күн кешкендей сезімде болады. Сондықтан да жау тылындағы бала повесін барлығына оқуға кеңес беремін.